Орыс халық ертегісі Хаврошишка. Бұл жарық дүниеде жақсы адамдар көп қой. Жаман адамдар да жеткілікті. Ар ұяттан безгендер де баршылық. Құрттай Хаврошишка міне нақ осындай жаман адамдардың қолына түскен еді. Ол жетім қалғанды. Содан жаңағы адамдар қолына алып асырады. Бірақ оның есесіне күндіз түні жұмыс істетті. Ол әрі тоқиды, әрі жіп иіреді, әрі үйді жинайды. Ал оны асырап алған әйелдің 3 қызы бар еді. Үлкен қызының есімі Жалғыз көз, ортаншысының есімі Қос көз, кішісінің. Бұл үшеуінің бар бітіретіні қақпаның алдына жайғасып отырып көшеге қарау. Ал Хаврошишка солардың малайы іспетті. Олардың киімдерін тігеді, жіп иіреді, мата тоқиды. Сонда да бір ауыз жылы сөз естімейді. Кей күндері Хаврошишка далаға шығып кетеді. Өзінің ала сиырын барып сипалап, мойнынан құшақтайды да, өмірден көріп жүрген ауыртпашылығын айтып, мұңын шағады. Сиырым, әукешім, мен ұрсады, нан бермейді, жылайын десем жылатпайды. Маған ертең 5 пұт жіпті иіресің, тоқисың, бояйсың деп бұйырды. Ал сиыр оған былайша тіл қатады. Сұлу бикеш, менің бір құлағымнан кір де, екіншісінен шық. Бәрі де орындалады. Хаврошишка сиырдың бір құлағынан кірді де, екіншісінен шықты. Сол шақ бәрі дайын бола қалды. Жіп иіріліп те, тоқылып та, боялып та, оралып та үлгерді. Қыз дайын кенепті үй иесі әйелге апарып берді. Ол аударып, төңкеріп қарады да сандыққа салып қойды. Ал Хаврошишкаға жұмыстарды бұрынғыдан бетер көп берді. Хаврошишка тағы да сиырға барады. Оны құшақтады, сипалады. Бір құлағынан кіріп, екінші құлағынан шықты. Содан соң дайын болған кенепті алып келіп, үй иесі әйелге берді. Үй иесі әйел өзінің үлкен қызы Жалғыз көзді шақырып алып, айналайын жақсы қызым, айналайын әсем қызым, ана жетімге жіпті әрі иіріп, әрі тоқып, әрі бояп, әрі орап беріп, көмектесіп беріп жүрген кім екен, соны аңдып, біліп келші деді. Жалғыз көз Хаврошишкаға еріп, орманға барды. Оған еріп даланы шарлады, сөйтіп шешесінің тапсырмасын ұмытты. Көк шөпке қисая кетіп, күн шуақта маужырап жата берді. Ал Хаврошишка ақырын әлдилей бастады. Ұйықтай ғой, ұйықта. Жалғыз көздің сыңар көзі жұмылып ұйқыға шомды. Ол ұйықтап жатқанда сиыр кенепті түгел тоқып та, бояп та, орап та болды. Үй иесі әйел ештеңе біле алмай қалды да, енді екінші қызын Қос көзді жұмсады. Айналайын жақсы қызым, айналайын әсем қызым, ана жетімге жіпті әрі иіріп, әрі тоқып, әрі бояп, әрі орап беріп көмектесіп жүрген кім екен, соны аңдып біліп келші. Қос көз Хаврошишкаға еріп орманға барды. Оған еріп даланы шарлады, сөйтіп шешесінің тапсырмасын ұмытты. Көк шөпке қисая кетіп, күн шуақта маужырап жата берді. Ал Хаврошишка ақырын әлдилей бастады. Ұйықтай ғой, ұйықта. Қос көздің екі көзі жұмылып ұйқыға шомды. Ол ұйықтап жатқанда сиыр кенепті түгел тоқып та, бояп та, орап та үлгерді. Кемпір қатты ашуланып, 3-ші күні 3-ші қызын 3 көзді ертіп жіберді. Ал жетім қызға бұрынғыдан да көп жұмыс жүктеді. 3 көз көп жүгіріп, күннің ыстығынан әбден қалжырап қалды да, көк шөпке құлай кетті. Хаврошишка әндетіп отыр. Ұйықтай ғой сен, ұйықта. 3 көздің 2 көзі жұмылып ұйқыға шомды. Ал 3-ші көзі ашық жатқан күйі Хаврошишканың сиырдың бір құлағынан кіріп, екіншісінен шыққанын, сөйтіп дайын кенепті жинап алғанын көріп қойды. 3 көз үйге келген соң бәрін шешесіне айтып берді. Кемпір қуанып қалды. Ертеңіне күйеуіне келді де, ала сиырды сой деді. Шал олай да бұлай да үгіттей бастады. Қой кемпірім, есіңнен алжасқанбысың? Сиыр әлі жас, өзі сүтті. Сөзді қой да сой. Амал не? Пышақ қайрауға кірісті.
Хаврошишка істің жайын сезе қойды да далада жайылып жүрген сиырға жүгірді. Ала сиырды мойнынан құшақтап тұрып былай деді: «Сиырым, әукешім, сені сояйын деп жатыр». Сиыр оған былай деп тіл қатты: «Ал сен, сұлу бикеш, менің етімді жеме, сүйегімді түгел жинап ал да орамалға түй. Сонсын баққа апарып көм, және мені ешқашан ұмытпа. Күнде таңертең қабіріме су құй». Шал сиырды сойып та тастады. Хаврошишка сиырдың өзіне айтқан өсиетін түгел орындады. Аштан бұралып отырса да оның етінен бір жапырақты жеген жоқ. Жерді қазып сүйегін көмді және баққа барып күнде су құйып жүрді. Күндердің бір күнінде сүйекті көмген жерден алма ағашы өсіп шықты және қандай болып өсті десеңізші, алмалары қып-қызыл болып пісіп жайнап тұр. Жапырақтары сары алтындай судыр қағады. Бұтақтары күмістей жалтырап иіле қалған. Біраз қашықтау жерден өткен жолаушы қызыға қарап атының басын тоқтатады. Ал жанынан өткен адам қанша қараса да көзі тоймай кетпей тұрып алады. Судан күн өтті ме, аз өтті ме, кім білсін? Жалғыз көз, қос көз және үш көз бір күні бақта қыдырып жүреді. Нақ осы шақта бір күшті адам, өзі бай, өзі жас, бұйра шаш жігіт атын желдіртіп өтіп бара жатады. Ол бақтағы пісіп тұрған алманы көрді де қыздарға әзілдей сөйлей былай дейді: «Уа, сұлу бикештер, қайсың алма үзіп әкеліп берсеңдер, сол маған ерге шығады». Апалы сіңілі үшеуі алма ағашына жарыса жүгірді. Алмалар бұған дейін төмен өсіп тұрғанды. Қолыңды созсаң жететін еді, ал енді адамның бойынан аса жоғары көтеріліп, тым биіктеп кетті. Апалы сіңілі үшеуі қағып түсірмек болып еді, жапырақтары көздерін жауып түк көрсетпей қойды. Үзіп алмақшы болып еді, бұталары шашына оралып, бөгет жасады. Қалай талпынып, қанша әлек болса да, білектерін бұта жыртып, еңбектері зая кетті. Хаврошишка келіп еді, бұталар алдына иіле қалды. Алмалар алақанына келіп түсе қалды. Ол жаңағы адамға алманы апарып берді. Жігіт оған үйленді. Бұдан соң Хаврошишка уайым қайғысыз, бақытты өмір сүрді.